Баршаларыңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен өте керемет, қарым бүрме тамағын дайындайтын боламыз. Өте дәмді әрі оңай дайындалады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен етімізді салып алатын боламыз. Мен алдын ала барлығын осылай картоп, сәбіз, пияз, ет барлығын осылай жуып тазалап дайындап қойдым. Енді барлығын турайтын боламыз. Етімізді салып алдық. Енді картопымызды, сәбізімізді турайтын боламыз. Өзіңізге қандай формада ұнайды, солай турай бересіздер. Бірақ кішкене жіңішкелеп тураған дұрыс, піскенге оңай болу үшін. Осылай барлығын бір ыдысқа сала бересіздер. Үлкенірек ыдысқа салған дұрыс. Енді пиязымызды майдалап турайтын боламыз. Қалауларыңыз бойынша кішкене чеснок қоссаңызда да болады. Енді картопымызды турайтын боламыз. Майда картошка болса бүтіндей, үлкен болса осылай 3-4 бөлікке бөліп, әрлеу қылып салсаңыздар болады. Картошка өте тез піседі, сондықтан ірі қылып турай берсеңіздер болады. Сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, қазақша каналды қолдап кетіңіздер. Каналымда күнделікті жаңа рецепттер шығаратын боламын. Енді қалауларыңыз бойынша капуста қоссаңыздар болады, бірақ бұл міндетті емес. Менде үйде кішкене қалған екен қостым. Осылай барлығын бір үлкен ыдысқа аударып алдым. Енді дәміне қарай қара бұрыш салдым. Және де кішкене қызыл бұрыш қоссаңыздар болады. Және де бізге тұз қажет. Өзіңізге ұнаған кез келген приправа түрін қолдансаңыздар болады. Қанша көлемде жасап жатсыз, дәміне қарай қоса бересіздер. Енді кішкене мен лавровый лист қостым. Енді барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Ешқандай мұжмай, жай ғана араластырып шықсаңыздар жеткілікті. Дәмдеуіштері барлығы араласып, біркелкі араласуы қажет. Жақсылап осылай астына үстіне қарай араластырып алатын боламыз. Осылай асықпай жақсылап араластырып жатырмын. Барлық дәмдеуіштері араласып, дәмі кіру үшін. Осылай толықты араластырып алдым. Барлық шетіне дәмдеуіштері жетіп, араласып әдемі болып тұр. Енді осыны қарынның ішіне салатын боламыз. Осылай қарынды алдын ала тазалап қойдым. Егер иісін кетіру үшін алдын ала осы тұз суға салып, және де сода салып қойып қойсаңыздар, біраз уақыт иісін барлығы кетіп қалады. Кішкене лимонның суын құйсаңыздар да болады. Енді қарынның ішіне барлығын салатын боламыз. Осы асты жағына қарай қолымыздың көмегімен итеріп, толтырып салатын боламыз. Барлығын араластырып, осылай сала бересіздер. Кішкене нығыздап салсаңыздар әдемі болады. Толықтай ішіне салып шықтым. Енді осының аузы ашық тұрған жерін енді бізге төгуіміз қажет. Төгіліп, шашылып кетпеу үшін. Міндетті түрде ішіне су құйыңыздар, 1 стакандай. Сонда буымен әдемі пісетін болады. Енді қазанымызға салатын боламыз. Осы қазанға салмай жатып, аузын тікпей жатып су құйып, аузын содан кейін тігесіздер. Суын төгіп алмай, сонда әдемі болып піседі буымен. Енді суымызды құятын боламыз, осы қарнымыз батып тұратындай. Енді астын қатты қойып, бетін жауып, бір қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін
көбігін алып баяу отта пісіретін боламыз піскенше. Біздің қарнымыз толықтай пісіп шықты. Енді сіздерге көрсететін боламын. Осылай кесіп, дастарханға ұсынатын боламыз. Ішіндегі еті барлығы толықтай пісті, өте дәмді болып, үйдегілерге қатты ұнады. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Бетіне аскөктеріңізді сепсеңіздер болады. Осымен біздің тағамымыз дайын, өте керемет болып шықты. Сіздер осы тағамды жеп көргенсіздер ме? Міндетті түрде жаза кетіңіздер. Ас болсын баршаңызға.